Сәлеметсіздер. Сәлеметсіздер. Отырыңыздар. Сіз оқушылар, біз қазіргі таңда сіздерге қандай бөлім өтіп жатырмыз? Бөліміміз қалай аталады? Бөлімнің атауы қалай? Біздегі бөліміміздің атауы бос уақыт және хобби деп аталады. Осы тақырып төңірегінде біз сіздермен бірнеше тақырыптар өткен болатынбыз. Енді бүгінгі сабағымызда біз әрі қарай жалғастырамыз. Тақтаға қарай, тақтада не көріп отырмыз? Балалар, тақтада не көріп отырмыз? Жүректен жүрекке деген тренинг арқылы біз сіздерменен бір-бірімізге жақсы тілектерімізді айтамыз. Яғни қазір мына топта отырғандар қазір өзгереді тобымыз. Әзірше осылай жасап алайық. Мынау топта қазір дәл қазір отырған оқушылар ниет алайық, ниет. Сен мына жүрек тұстадағы келесі мына екінші топқа тілегіңді айтып бере қой жүрегіңді. Не тілейсің? Бұл топта отырған балаларға. Сендерге сәттілік тілеймін, зор байлық тілеймін, бақытты болыңдар, өмір жастарың ұзақ болсын, тек жақсылық тілеймін. Жақсы, бере қой. Кімге бересің? Бер біреуіне. Ал дос береді. Мында былай қарашы. Сен енді ана топқа келесің. Мен үшінші топқа бар жақсылықты тілеймін. Өмір жастарың ұзақ болсын, ата-аналардың алдына ойнап күліп жүре беріңдер. Сабақтарыңды беске оқыңдар, ауырмаңдар. Жақсы, өте жақсы. Бере ғой. Кімге бересің? Үшінші топта бір оқушыға бере ғой, қолыңда, жүрегіңді. Мен бірінші қатарға көп деген жетістіктер тілеймін. Армандарың орындала берсін. Аспандарың ашық болсын, ата-ананың ортасында күтіп жүре беріңдер, сабақтарыңды беске оқыңдар. Жақсы, ал бере ғой. Кімге бересің? Раянаға бер ғой. Раяна, бізге қонаққа келіп отырған ұстаздарымызға тілек айта ғой. Ұстаздарыма айтатын тілегім, өмір жастарыңыз ұзақ болсын, бақытты болыңыз, барлық зор байлықты тілеймін. Осы өмірдегі барлық бақытты тілеймін. Үлкен деген жетістікке жете беріңіздер, барлық жақсылықты тілеймін. Жақсы, жүрегің кішкенді апа ұстаздардың алдына қоя қойды, орнына отыра ғой. Енді балалар, бүгін бізде жалпы сабағымыздың мақсаты, біз қазір мәтін оқимыз. Мәтін оқығаннан кейін мәтінмен жұмыс істейміз. Мәтінде қандай мәселе көтерілді, соны өз ойларыңызбен жеткізесіздер. Содан кейін біз сіздермен өткен болатынбыз. Күрделі сөздер деп өткен болатынбыз, күрделі сөздің түрлерін өткен болатынбыз. Естеріңізде болса алдыңғы сабақта сол алған білімімізді әрі қарай пысықтап қорытындылаймыз, яғни бекітеміз. Енді мына жұмбаққа қараңыздаршы. Сыртылдайды күнімен, білгің келсе уақытты, сыртылдайды түнімен, көрсетеді тілімен. Не зат деп ойлайсыздар? Жоқ, сұрайды, балық тұрғанға балық деп отырсыздар ма? Сағат, Раяна? Сағат әрине. Мәні. Енді балалар, таптадағы суретке назар аударыңыздаршы. Не көріп отырсыздар? Уақытпен алтын. Иә, уақытпен алтын. Бірінші тұрған ол жаңағы сағаттың суреті, екінші алтынның суреті. Осы екеуінің арасында қандай байланыс бар? Сағат уақыт Уақытты балалар біз қайтарып ала алмаймыз. Ал алтынды біз кез келген мезгілде сатып алуымызға болады, қаражатымыз болса. Ал мына қараңыздар, тақтада желтоқсанның 9-ы 2022 жылды, бүгін ол өтіп кеткеннен кейін, біз ол күнді қайтадан қайтара аламыз ба? Жер олып жыласақ та, маған желтоқсанның 9-ын қайтарыңыз десек, бізге біреу қайтарып бере ме? Жоқ, бермейді балалар. Бұл өткен күн өтіп кетеді. Яғни біз оны жаңағы күнделікті дүкенде тұрған алтын сияқты сатып ала алмаймыз. Сондықтан біз не деп айтамыз бұны? Дұрыс айтасыздар балалар, сабақтың тақырыбы уақыт алтыннан қымбат. Дәптерімізді ашып, бүгінгі күнді жазып қояйық. Желтоқсанның 9-ы, содан кейін сабағымыздың тақырыбын жазып қояйық.
Қазір сіздердің белсенділіктеріңізге қарай, міне жұлдызшалар таратам сіздерге. Сондықтан қай бала көп жұлдызша жинайды, сол баланың ұпайы да жоғары болып түседі. Білім алған. Әсемдік жазамыз. Практикалық дене бала жылдамдық өткізіп сабағымыз. Қысқа жолағын. 15 минут. Жазып қойдыңыздар ғой. Енді балалар, сіздердің оқулықтарыңызда мәтін беріліп тұр. Мәтінді бастап оқиық. Оны оқымас бұрын біз былай жасаймыз балалар. Мына өткенде осылай отырған едік қой. Енді бүгін біз өзгеруіміз керек. Ол үшін негізі жалпы адам бос уақытында немен айналысады? Мысалы, Нұрдос, сен немен айналысасың бос уақытында, мектептен тыс? Спортпен айналысамын. Жақсы. Жарайды. Мереке, сен немен айналысасың бос уақытында? Айта қойшы. Спортпен айналысасың сен де, Әзиз, сен ше? Мен далада ойнап жүрдім. Далада ойын ойнайсың, жарайды. Сен не істер едің бос уақытында, не істейсің өзің? Ал, спортпен айналысасың. Сен ше? Мен бауырыммен далаға ойнадым. Бауырыңмен далада ойнайсың. Раяна, сен не істер едің? Мен бос уақытымда сурет салып жүрсем, анама көмектесіп, неше түрлі тағамдар дайындаушы едім. Жақсы. Сен ше, Жан? Мен бос уақытымда сурет салып өлеңдер айтатын едім. Ершат? Мен бос уақытымда домбыраны гитарамды тартып отырмын. Сен, яғни, аспаптарда ойнағанды ұнатасың, иә? Ал, сен ше? Мен тренировкаға барып жүрдім. Қандай тренировка? Тренировканың қазақшасы жоқ қой, біз қазақпыз ғой, қазақша айтамыз. Жаттығу. Иә, қандай жаттығу, қандай спорт түрі? ММА. Ол қандай? Бокспен айналысасың, иә? Бокс үйірмесіне барып жүрсің. Каусар, сен ше? Мен сурет салып әжеме көмектесіп жүрдім. Елғазы? Мен бос уақытымда мектептен тыс сурет үйірмесіне барамын, далада серуендеймін және спортпен айналысамын. Тағы не істейсіздер? Ұл балалар әкелеріңізбен басқа ешқайда бармайсыздар ма? Мен барамын. Қайда барасың? Машина Машина жөндеуге, жарайды. Мен балық аулауға барамын. Балық аулауға барамын дейді. Тағы балық аулауға баратындар бар ма ұлдар әкелерімен? Жақсы. Міне балалар, мен не үшін сұрап тұрмын? Бос уақытында адамдар көбінесе әкелерімен, әсіресе ұл балалар, кейде қыз балалар да бара береді, әкелерімен балық аулауға барады. Енді мына көз алдыларыңызда тұр, мынау толқып жатқан көлде балықтар жүзіп жүр. Қазір біз барамызда бір балықтан алып орнымызға жайғасамыз. Ал балықтар, келіңіздер де бір балықтан алыңыздар, тездетіп. Енді балалар, қолдарыңыздағы балықтың түсіне қарай сары балықтар мұнда келеді, көк балықтар мұнда келеді, жасыл балықтар мұнда барады. Тез отыра қаламыз, бөлініп. Ал міне балалар бөлініп алды, өзге құрылды. Енді тақтаға назар аударыңыздар. Тақтаға назар аударайықшы балалар. Балалар, негізі жалпы сағаттың бірнеше түрі болады, иә? Сағаттар, мысалы, үйлеріңізде әр үйде әртүрлі сағат бар, иә? Механикалық сағаттар бар, электронды сағаттар бар, иә? Енді жалпы біз қазір сағаттың пайда болу тарихына үңіліп алайықшы. Қараңыздар тақтаға. Жалпы уақыт дегеніміз ол оқиғаның ұзақтығын білдіретін түсінік, иә? Уақыт әрқашан қозғалыста болады. Ол бір сәтте де уақыт тоқтамайды. Біз тоқта дегенімізбен уақыт тоқтамайды. Енді сағаттардың тарихына тоқталатын болсақ, балалар, ежелден күн сағаты болған, иә? Бұл жаңағы күннің түсуіне байланысты ортада тұрған бағанға. Осы баған арқылы, күннің түсуі арқылы уақытты біліп отырған. Су сағаты болған, ол біздің заманымызға дейінгі 2000 жылдық
мыңжылдықта пайда болған Қытай, Мысыр, Үнді елдерінде. Мұнда жаңағы себебі су сағатын күндіз де түнде де пайдалануға болады. Су сағаттары. Қазір су сағаттың жұмыс істеу, мысалы өздеріңіз көріп отырғандай, мінекей суды бір ыдысқа тамшылатып отырған, жаңағы оның толуына байланысты уақытты анықтайтын болған. Яғни анау белгілер бойынша жаңағы түс па, кеш па, күн батып бара ма, осылай біліп отырған. Не болмаса судың жаңағы азаюына байланысты уақытты біліп отырған екен ежелдер. Өздеріңіз көз алдыларыңызда көріп отырғандай. Одан кейін құм сағаты бар, құм сағаты қазірде бар, мысалы кейбір балалар таңертең ерте тұрып тісін тазалаған кезде кішкентай құм сағатты пайдаланады, бар ма іштеріңізде ондайлар? Өйткені тіс тазалауда да белгілі бір уақыт беріледі, тіс тазалау барысында да. Енді жалпы уақыт өлшем бірліктерін сіздер білесіздер, 5-ші сыныпта отырсыздар, сіздер оны 3-4 сыныпта математикадан өтіп кеткен болатынсыздар. Яғни жердің өз өсінің бір айналысуын тәулік деп атайды. Бір тәулікте неше сағат бар? 24 сағат бар. Енді қараңыздар, мыңжылдық, одан төмен қарай түссек, ғасыр, жыл, ай, апта, тәулік, сағат, минут, секунд. Енді сіздер мына жерде топқа бөлініп отырсыздар. Сіз бірінші топтың атауы күндер, екінші топтың атауы айлар, сіздердікі жылдар. Міне осылай біз бөліндік жаңағы мөлшерге байланысты. Енді сонымен қатар тәулікте таңертеңгі уақыт болады, күндізгі уақыт болады, кеш болады және түн болады. Сонымен қатар нелер болады? Жалпы жыл бойы тағы неге бөлінеді? Жыл мезгілдеріне бөлінеді. Жыл мезгілі, неше жыл мезгілі бар? Неше жыл мезгілі бар? 12. Жыл мезгілі. Неше жыл мезгілі бар? Мереке, сен айтшы. Неше жыл мезгілі бар? Бір жылда неше мезгіл бар? 4. Қандай? Қандай жыл мезгілі? Жаз, күз, көктем, және қыс. Молодец. Осындай біз жыл мезгілінде әртүрлі киім киеміз, балалар. Жазда жеңіл киінеміз, қыста қалың киінеміз. Дұрыс. Енді қазір мына жерде табан іздерін тастаймын. Осы табан іздері бойынша 5 сұраққа 5 жауап дейді. Қазір әр топтан бір бала келеді. Табан іздері олай тастаймыз, яғни ал бірінші топтан кім келеді? Аружан келсін ал. Яғни іздерді басып отырып 5 сын есім айта қой, Аружан. 5 сын есім айта қой. Айтпаймыз, өз айтады. Uzun, alasa, Енді біз несім айт? Жасыл, отыр. Келесі екінші топтан. Раяна келі ғой, Раяна. Саған тапсырма мынадай. Біріккен сөздер айтшы, 5 біріккен сөз. Өткен сабағымыздың тақырыбы болған. Грамматикалық. Біріккен, шатастырмаймыз. Осы сөзбен біріккен сөзді шатастырмай. Өткенде бірнеше қайталап айтсам сіздерге. Тасбақа. Қарлығаш. Алтынай. Асқабақ. Қолөнер. Еңбекқор. Сыныпта да
Балалар бар ғой, отыр. Біріккен сөзден жасалған аттар. Нұрдос. Содан кейін кім? Ершат. Ершат. Жарайды, Ершат. Шат деген жаңа қуаныш. Жарайды, солай болсын. Енді балалар, қазір сіздерде алдыларыңызда не тұр? Жаңағы алған балықтарыңыз жатыр. Балықтың астына аударып қараңыздар. Балықтың астында сөз жазылып тұр, иә? Бұл жаңағы өткендегі біздің өткен күрделі сөздеріміз. Әрқайсыңызға әртүрлі сөз беріліп тұр. Сол сөздермен сіздер сөйлем құрастырып жазасыздар дәптерлеріңізге. Тездетіп сөйлем құрастырып жазып жіберейік. Болған бала бірден қолыңызды көтерейік. Сөйлемді бәріміз оқып отыратын уақыт жоқ. Бірінші бестікте оқытамыз. Бірінші 5 балаға, бірінші болған 5 баланың сөйлемін тыңдаймыз. Қалт жазыңыздар. Біткеніміз болды, қолымыз көтеріп отыр дедім ғой, Ершат. Бірінші болдың. Тағы кімде? Жаңа екінші. Үшінші. Тағы болды. Даяны төртінші. Алжан бесінші. Ал оқы жүрек. Ершат оқы сөйлеміңді. Маған әкем 65. Сөзің қандай бірінші? 65. 65. Бұл қандай сөз? Күрделі ма, біріккен ба, қос сөз ба, қайсысы? Бұл қайсысы? Тіркесті сөз ба? Тіркесті сөз. Дұрыс айтасыз. Сөйлеміңді оқып қой. Маған әкем 65 теңгелер. Жақсы. Келесі екінші біткен үміт бізде. Екінші қандай оқып қой? Сөзіңді оқып, бірінші бағыттағы сөз қандай? Менің сөзім ата ана. Бұл қандай сөз? Күрделі сөздің қайсына жатады? Қос сөзге жатады. Жақсы. Сөйлеміңді оқып қой. Менің ата ана Фатима Тілекова. Жақсы. Келесі үшінші үміт бізде біткен. Ал, сөйлеміңді сөзіңді оқып. Кәрі жас. Қандай сөзге жатады? Күрделі сөздің қай түрі? Осында не тұр? Өткен сабақта түсіндірген дефис тұр. Бұл қандай сөз болады? Қос сөз болады, иә? Дефис арқылы жазылады, қос сөздер. Ал сөйлеміңді оқып кетеді. Кәрі жасқа жатады. Сөйлеміңді мазмұнында сұралмаған. Келесі алты біткен Раян. Менің сөзім балқаш көлі. Ол тіркестік сөзге жатады. Дұрыс айтасыз. Мен қаламды үлкен балқаш көлмен мақтан етемін. Мен қаламды үлкен балқаш көлмен мақтан етемін. Жарайды, жақсы. Келесі кім еді? Соңғы Аружан. Сенің сөзің қандай? Менің сөзім әке шеше. Ол қос сөзге жатады. Дұрыс айтасыз. Бүкіл баланың әке шешесі баласын жақсы көреді. Жақсы, отыра ғой. Ой толғау деп жаңа жолдан жазамыз. Ой толғау деп жазамыздағы тақырыпты жазып қоямыз. Уақыт алтыннан қымбат деп. Сергіп алайық балалар. Қазір мына қағазды ниеттің қолына ұстатамыз. Сіздер бері қарай келіп, қол ұстасып бәріміз мына партаны қоршап тұра қалайық. Қазір мен әуен қоямын, әуенде билейміз. Билеп тұрамыздар. Мен қағазды қолдарыңызға алыңыздар. Береке, келе ғой. Келе ғой. Қол ұстасып тұрамыз, билейміз. Қазір мені музыка ойнап жатырмын. Қағазды бір-біріңе беріңдер. Музыка ойнап жатқанда қол ұстаспай-ақ қолдарыңды түсіріңдер. Енді билейсіңдер, әрқайсың өзің билеп тұрасыңдар да, мысалы, қағазды қалай билейсіңдер бір-біріңе. Әрқарай бере беріңдер. Билеп тұрамыз да, бере бере қағаздар. Беріп әрқарай айналдыр. Жоқ, ашпайсың ғой, мен жұмысқа тоқтатма қағаз ашасың. Кімнің қолында қалды қағаз? Ал Аружан оқы. Уақытты қалай пайдалану керек?
Al tez javob beraver. Vaqtda energiya saydalanib Kerak. Yaxshi, qarayga ketib deymiz. Kim javob? Aziz. Aziz. Ikkinchi so'roq. Bo'z vaqtida neмен aynalasыз? Ayналысасың. Men далаға серуен деп, інімен далаға серуендегі шығу едім. Жақсы, қарай кеттік. Раяна. Үшінші сұрақ. Өрт болған жағдайда қандай нөмір тересің? Өрт болған жағдайда қандай нөмір тересің? Дұрыс па? Дұрыс, иә. Қарай. Бесінші, иә? Уақыт сөз... Дұрыс, бес. Төртінші. Уақыт сөзінде неше дауысты, неше дауыссыз дыбыс бар? Уақыт сөзінде екі дауысты, үш дауыссыз Дыбыс бар. Бесінші сұрақ. Кешегі күн қайтып келе ме? Кешегі күн ол бізге қайтып келе ме? Келмейді. Дұрыс айтасың. Қарай. Ең соңында. Тосын си. Әзізге шоколад береміз. Ал отырыңыздар. Отырыңыздар. Енді қарай сабағын жалғастырайық. Кері байланған көшелерге. Сіздерге міне екі жаңа киім туралы айттыңыздар ғой. Біз әр жыл мезгілінде әртүрлі киімдер киеміз. Біз әрине тазалықты сақтаймыз, киімдерді не істейміз, жуамыз, жаямыз. Солай емес пе? Қазіргі біздің енді әдісіміз кір жаю әдісі. Кір жаю әдісіне көшеміз. Әр соңымызды мына жерге кері байланыс жазасыздар. Сіздерге қаншалықты сабақ ұнады, міне не білдің, не үйрендің, нені білгің келеді келесі сабақта. Мынаған жазасыздардағы кірді жаясыздар. Міне бала тақтада тұр сұрақта. Не білгеніңді жазасың осы сабақта, не үйренгеніңді жазасың, нені білгің келетіндігін жазасың. Яғни білеріңізді жая қойыңыздар мына жерге. Кір қыстырғыш тұр, қыстырып жаямыз. Қысқа да нұсқа жазыңыздар. Не білгің келеді? Соны жазсаң, не білгің келеді? Al, liге балар. Мына жерге лигеріңізді. Ойларын жеке бар, жеткізсе маған беріңіз. Келесі. 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 Кім? Жақсы балалар, енді қараңыздар. Бізге
бейнебаянға назар аударыңыздаршы. Мына бейнебаянға. Біз осы уақыт дегенді қалай түсінеміз? Уақыт деген не өзі? Осы видеода осы тақырыпты қозғайтын боламыз. Елестетіңізші, күнде банкіден сізге 86.400 теңге береді. Бірақ ол ақшаны сол күні ғана жаратуымыз керек. Ертеңге қалдыруға болмайды. Осындай жағдайда не істейсіз? Әрине барлығын сол күні пайдалы да керекті затқа жаратуға тырысасыз. Дәл осындай банк барлығыңызда бар. Ол банкінің аты уақыт. Күнделікті өмір сізге 86.400 секунд береді. Сіз істеріңізді бітіріп үлгерсеңіз де, үлгермесеңіз де, ол кешкісін сол күннің нәтижесін шығарады. Егер жылдың қандай болатынын білгіңіз келсе, оны бір жыл оқуға түсе алмай, қайтадан бір жыл өткен соң ғана студент атанған адамнан сұраңыз. Егер айдың қандай болатынын білгіңіз келсе, бала күтіп жүрген жүкті әйелден сұраңыз. Ал егер аптаның қандай болатынын білгіңіз келсе, оны апталық газеттің редакторынан сұраңыз. Егер сағаттың қандай болатынын білгіңіз келсе, бір-бірімен кездесуді күтіп жүрген қос ғашықтан сұраңыз. Егер минуттың қандай болатынын білгіңіз келсе, поездында кешігіп қалған адамнан сұраңыз. Секундтың қандай болатынын білгіңіз келсе, жолы болып, жол апатынан аман қалған адамнан сұраңыз. Егер миллисекундтың қандай болатынын білгіңіз келсе, Олимпиада ойындарында алтынның орнына күміс алып қалған спортшы желаяқтан сұраңыз. Күнделікті сізге 86.400 секунд беріледі, және сол күні кешке ол жоқ болып кетеді. Бұл уақыт текке өтіп кете ме, жоқ пайдалы бола ма, ол тек өзіңізге ғана байланысты. Кеше ол тарих, ал ертең ол белгісіздік. Бүгінгі ол нақ қазіргі кез. Күнделікті сізге берілетін 86.400 теңгеңізді болмайтын нәрсеге жаратпаңыз. Уақыттың қадірін білейік. Балалар, түсіндіңіздер ме? Күніне адамның бір күнінде 86.400 секунд болады екен, иә? Соны ақшамен салыстырып тұр, көрдіңіздер ғой, иә? Бұл мотивациялық видео сіздерге, яғни адам күніне сізге мысалы 86.400 теңге ақша берді делік, иә? Сіз оны қалай болса солай бір пайдасыз дүниелерге жаратпайсыз ғой. Оны өзіңізге керекті дүниеге ғана жаратасыз. Өзіңе қажетті зат ғана сатып аласыз. Сондықтан 86.400 теңгеңізді қалай дұрыс пайдаланасыз, солай сіз уақытыңызды дұрыс пайдаланыңыз деген бұл мотивациялық видео. Түсіндіңіздер ғой, иә, балалар? Енді сіздердің алдыларыңызда смайликтер жатыр. Өздеріңіз көріп отырғандай уақытты қылдап өтіп жатыр, иә? Уақытты өтіп жатыр. Біз бұл уақытты қайтара алмаймыз. Сондықтан біз алтын мен тең уақытты қалай пайдалануымыз керек? Дұрыс пайдалануымыз қажет. Енді қараңыздар, алдыларыңызда 3 түрлі смайлик жатыр сіздерде, иә? Сол смайликтердің сіздер қазір көтерулеріңіз керек. Толық түсіндім деген балалар мына смайликті көтереді. Ал түсіндім, бірақ сұрақтарым бар дегендер мына смайликті көтереді. Яғни сабақтан кейін, не болмаса сабақтарыңыз аяқталған соң мен мектептен жақындап сұрап алуларыңызға болады түсінбеген жайттарыңызды. Ал мүлдем түсінбедім деген бала үшінші смайликті көтереді. Мына смайлик. Мүлдем түсінбегендеріңіз бар ма іштеріңізде бүгінгі? Сабақты, тақырыпты түсінбегендеріңіз бар ма? Жақсы. Бәріміз көбіміз түсіндік деп отыр. Сұрағым бар деген. Береке түсінбедің ба? Түсіндірмейді. Күрделі сөздер түсінбей тыңдалып жүр. Күрделі сөздерді содан кейін түсіндіреміз саған. Жарай ма? Жақсы. Мереке шындығын айтып отыр. Нағыз жігіт. Енді бүгінгі сабақты қорытындылайық, үйге тапсырманы күнделігімізге жазып алайық. 8-ші бет, 5-ші тапсырманы үйде орындайсыздар. Бұл өздеріңізге баяғыдан таныс, әбден үйреніп алған тапсырмамыздың түрі синклей 5 жолды өлең дейді. Яғни
соны орындап келесіздер. Жазып алыңыздар жақсылап. Енді бүгін сабаққа белсенді қатысып отырған балаларды бағалайық. Жаңағы бірден түлектерімізге балдарымызды қойып қойып, содан емес қолымды қойып беремін. Бүгінгі сабаққа белсенді қатысқан Раянаға 8 балл қоямын. Ниетке бүгін ниет өз шамасы келгенше қатысты, тырысты. Сөйлемінің құрылымы дұрыс болмаса да, бірақ бұл бала тілек айтты, тағы белсенді қатысты сабаққа. Сондықтан 7 ұпай қоям тілекке. Нұрдос да қатысты, бірақ жаңағы әкесімен балық аулауға баратынын айтты. Жалпы өзінің ойын ортаға салып, ойын ашып жеткізе білді. Нұрдосқа да жаңағы 7 ұпай қояйық, бүгін балалар. Онан кейін Ершат сабаққа да белсенді қатысып отыр, Ерғазы да белсенді қатысып отыр, екеуіне де 7 ұпайдан сондай балл қоямын бүгін. Сонымен бүгінгі еңбек сіңіргендер, белсенді болғандар, Жанел қатысты, Жанел, сен сөйлеміңді оқыдың, жақсы Жанелге де 7 деген ұпайды қоямын. Міне балалардың жазғандарын. Сіздердікі мынау, мен уақытты босқа құртуға болмайды екенін түсіндім. Мен тез ойлауды үйрендім. Мен киімдер ілетін кезде қиын болды дейді маған. Мен уақытты қайтып келмейтінін білдім. Мен әртүрлі сын қос сөзді үйрендім. Маған табанмен сөз айту қиындау болды дейді. Жаңа тез сөз айту қиын болған екен балалар. Дилана, сен 5 қадам жаса. 5 қадам жасау барысында 5 біріккен сөз айта қой. Тасбақа, ата, бүгін күні, Айсұлу, қысты күні, Аяжан.